Құрметті қазақ елі, кешегі мағлұммен болып жатқан жағдайға байланысты бір өте үлкен әңгімені айтудың реті келіп тұр. Қазіргі кезде сеттер мен онлайн сауданың дамып жатқан заманы. Бұны ритейл деп айтады. Былтырғы 2024 жылғы статистика бойынша осы ритейлдер 22 триллион сауда жасаған екен. 22 триллион. Бұл өте көп сума. Енді осы жерде, осы суманың ішінде Қазақстан өнімдерінің үлесі қанша пайыз деген заң сұрақ туындайды екен. Бәрімізге айқын, бұл жерде өте аз десек болады. Өйткені шетелдің алпауыт компаниялармен отандық өнімдер таласуы оңай емес. Отандық өнім даму деген не? Отандық өнім даму деген ол қанша адамға жұмыс орны ашылу деген сөз. Қаншама адам жұмыс істеген екен, олардың әл-ауқаты көтеріледі деген сөз. Сатып алу қабілеті күшейеді деген сөз. Отандық өнім даму деген сөз бұл қаншама кәсіпкерлердің табыс артады деген сөз. Табыс артқаннан кейін кәсіпкер тағы да жаңадан жұмыс орны ашады деген сөз. Отандық өнім даму деген сөз ол мемлекетімізге қаншама салықтар түседі деген сөз.